Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін ойраттар жайлы айтып, орыстардың кезекті өтірігін ашатын боламын. Ресми тарих бізге ойрат халқы моңғол халықтарына жатады деп айтады. Бірақ біз ойраттардың шынайы тарихын зерттеп қарасақ, олардың түркі болғандығын көреміз. Егер сіздер үйде отырып ютубтан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Қазіргі Ресейдің құрамындағы Алтай Республикасында Алтай халықтары мекен етеді. Олардың түр әлпеті мен тілі қазақтарға өте ұқсас. 9 қазақтың ішіне бір алтайлық адамды алып келіп қойса, ешкім оның түріне қарап қазақтардан ажырата алмайды. Алтай қазақтардың негізгі отандарының бірі. Бұл жақта көптеген қазақ тайпалары мекендеп, түркі империяларына бастау болды. Бірақ шын мәнінде Алтай деген атпен халық болмаған. 1948 жылы орыстар кезекте түркі тарихын жойып, халқына ұлттық сана сезімін ұмыттырып, мәңгірттеу мақсатында ойрат атауы мен ойрат тілінің орнына Алтай халқы мен Алтай тілі деген атау берді. Сондықтан, егер қазіргі алтайлықтар тарих бетіне қараса, Алтай деген атаумен тарихын таппай қалар еді. Сол секілді жағдайда бізге де, өзбектерге де қолданды. Мысалы, Мәскеу мемлекетінде қазақ хандығын Казачий Орда деп атап келсе, кейін келе Ресей империясының тұсында отарлау саясаты басталысымен қазақтар өздерін ешқашан қырғыз деп атамаса да, қырғыз қайсақтар деген атау беріп, біздің тарихымызды жоюға тырысты. Өзбектер мекен еткен Хорезм хандығын Хиуа хандығы деп жаздырды. Бірақ Хиуа мемлекет аты емес, Хорезмнің астанасы болатын. Олар Хорезм деп жаздыртса, әлбетте олардың мыңдаған жылдық тарихы бар екені белгілі болар еді. Орыстар ұзақ жылдар осы секілді түркі тарихына қарсы көптеген былықтар ұйымдастырумен болды. Кейбір адамдар ойраттар Моңғолия мен Қытайда көп, олар моңғол тілінде сөйлейді деп наразылық білдіруі мүмкін. Оны түсіну үшін біз тағы да шынайы тарихқа мән беруіміз керек. Ойрат атауы 13 ғасырдан бастап танымал болды. Ойрат патшасы Худуха бекі бастапқыда Найман ханы бұйрықпен және Жамұқамен бірігіп Шыңғыс ханға қарсы соғысты. Бірақ Жамұқа мен Наймандар жеңілген соң ойраттар Шыңғыс ханға берілді. Шыңғыс хан Худуха бекімен достасу үшін оның баласы Төрелші мен Иналшыға өз қызы мен немересін ұзатты. Кейін Төрелшінің Бұха Темір, Барыс Бұха деген есімді ұлдары болған. Яғни, мән беріп қарасақ, Иналшы, Төрелші, Барыс Бұха, Бұха Темір секілді есімдер әлбетте түркі есімдері. Бұл ойраттардың түркі болғандығын көрсетеді. Кейін Шыңғыс хан Найман, Арғын, Қоңырат, Жалайырлардың басым көпшілігін ертіп кеткенде, ойраттардың бір бөлігі батысқа қарай қосыла барса да, негізгі бөлігі Алтай мен Моңғолия аумағында қалып қалды. Алтайдағы ойраттар ешкіммен онша араласа қоймай, өз түркілігін сақтап қалды. Ал Моңғолияда қалған бөлігіне көп ұзамай шүршіттер келе бастады. Шүршіттер мен түркілердің араласуынан моңғол ұлты қалыптасты. Бірақ олар өзара жауласумен болды. Халқалар Шыңғыс хан ұрпақтарын қолдаса, ойраттар Шыңғыс ұрпақтары маңызды емес деп өз қонтайшыларын сайлап алды. Кейін ойраттар Жоңғар хандығының негізін салды. Ал халқалардың соққысынан солтүстік батысқа көшкендері Қалмақ хандығының негізін салды. Қорытындылап айтқанда, Жоңғар мен Қалмақтардың атасы ойраттар бастапқыда түркі болып, кейін шүршіттермен араласу нәтижесінде моңғолға айналды. Ал шүршіттермен араласпағандары таза қанды ойраттар қазіргі Алтай түркілері. Олар 1948 жылға дейін ойрат деп аталды. Кейін орыстар олардың тарихын өшіру үшін аттарын Алтай деп өзгертті. Қазіргі таңда олар Телеуіт, Теленгіт, Туба, Челкан секілді бөліктерден тұрады. Олар қазір қазақтардың бір тайпасы болар еді. Абылай хан Алтайды қазаққа қосып алуды көздеп, оның бұйрығымен қазақтар 1757 жылдан 1760 жылдар аралығында көптеген шапқыншылықтар жасап, еркектерін өлтіріп, қыздарын тартып алды. Тек шүршіт пен орыстардың қысым келтіруі қазақтардың Алтайды толықтай басып алуына кедергі болды. Дегенмен қазақтар Алтайдың бір бөлігін алды. Ол Шығыс Қазақстан аумағынан қарайды. Қазіргі таңда Алтайда көптеген қазақтар тұрады.